Баршаңызға сәлем. Ертеден келе жатқан қазақтың табанан жасалу жолымен сіздермен бүгін бөлісемін. Алдымен ыдысымызға жылы су, 1 шай қасық тұз, ашытқы және 2 шай қасық қант саламыз. Араластырамыз. Одан кейін 2 ас қасық сұйық май саламыз. Тұз бен қант ерігенше сәл араластырып тұрамыз. Одан кейін електен өткізілген ұнды біртіндеп саламыз. Бірінші осылай қасықпен араластырып аламыз, кейін қалған ұнды салып қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Егер қамырда құрғақ жерлер қалса, кішкене су қосып жүрсеңіздер болады. Мінекей қамыр біркелкі болып иленді. Енді қамыр бізде ыдысқа жабысып қалмасы үшін осылай сәл майлап жүреміз. Байқасаңыздар, қамыр бізде сулы, қолға жабысатын болып иленді. Солай болуы да тиіс. Майды барлық жеріне жабысып шықтық қамырдың. Енді осыны жылы жерге 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Көтерілу керек бізде қамыр. Міне 1 сағаттан кейін көтерілді қамыр. Осылай пакетпен немесе кез келген қақпақпен жауып қойсаңыздар болады. Үстінен бір басып, тағы да 15-20 минутқа толықта көтерілуге жібереміз. Осы уақыт ішінде біз пешті қосып, ішіне табаны салып қыздырамыз. Міне бір қайтара басылған қамыр бізде көтеріліп шықты. Нан жасауға дайын. Енді қамырды қолымызды сулап алатын боламыз. Табаннан суды жақсы көреді, сондықтан жан-жағына су жаға берсеңіздер болады. Міне 2 қолымызды сулап, қамырды алып, қызған табаға орналастыратын боламыз. Табаға орналастыру кезінде де қолымызды сулап, жан-жағына бортик тәріздес қылып жайып шығамыз. Нан бізде ешқандай да жабыспайды табаға, сондықтан ешқандай бұл жерге май жағылмайды. Табананды 180 градусқа 40-45 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей табанан бізде пісіп шықты. Бұрынғы кезде апаларымыз, әжелеріміз табананның үстіне сары май жағатын, бізде солай жасайтын боламыз. Ыстықтай табанан бетіне жағылған май нағыз балалық шақтың дәмі, иісі еске түседі екен. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сырты қытырлы, ыстық шаймен, сары маймен жегенге не жетсін. Іші толықтай піседі. Мінекей, қараңыздар. Енді дәмін көрейік. Өте дәмді. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.